Реляциялық деректер базасы кестенің әрбір жолында жазбалар реттелген түрде орналастырылады, ал бағанда сол нысанның өріс атауына сәйкес сипаты жазылады. Негізгі компоненттері кестеден және жазбалар мен өрістерден тұрады. Кестенің әр жолында, яғни жазбасында, әр жолында белгілі бір нысан туралы деректер бар. Мысалы, мына жолда, мына жазбада Абылай Венера туралы дерек бар. Бұл жерде Абылай Венераның аты жөні және қай кезде туған күні болатын, телефон номері және ата-анасы туралы осы жазбада Венера туралы толық ақпарат беріліп тұр. Яғни жол дегеніміз кез келген нысан туралы толық ақпарат берілетін болады. Бір нысан туралы. Ал өріс деп отырғанымыз кесте бағаны сол нысан туралы сипаттама береді. Мысалы, мына жерде тек қана мына өрісте бағанда аты жөні оқушылардың бір нысанның ғана несі беріліп тұр? Сипаттамасы беріліп тұр. Яғни аты жөні туралы сипаттама. Ал екінші өрісте, яғни екінші бағанда бұл жерде туған күні туралы сипаттама беріліп тұр. Бір нысанның туған күні туралы сипаттама. Әртүрлі нысанның бірақ сипаттамасы беріледі сол нысанға. Енді тағы айта кететін нәрсе, деректердің типі болады. Олар үшке бөлінеді: мәтіндік, сандық және туған күні мен айы. Яғни бір бағанға бір тип жатады. Яғни мына жерде мәтіндік тип болса, сол баған бойына толықтай мәтін жазылады. Бұл жерге біз ешқандай туған күнді енгізе алмаймыз, араластырып. Бір бағанда мәтіндік тип болса, сол баған бойы мәтін жазылып шығады. Ал екіншісінде туған күні мен айы болса, бағанымызда, сол баған бойы түгелдей не жазылады? Туған күні мен айы жазылады. Келесі бағанда бізде сандық тип болатын болса, сол баған бойы сандық типті жазып шығатын болады. Кілттік өріс деп отырғанымыз реттік нөмірі болып табылады.